Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы адам жақсы ісімен көрікті. Менің аты жөнім Парымбетова Гүлнұр Жамполатовна, номер 31-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің өзін-өзі тану пәні мұғалімі боламын. Оқу бағдарламасына сәйкес, бүгінгі сабағымызға қойылатын оқу мақсаттары сүйіспеншілік құндылығы арқылы балалардың ізетті қарым-қатынас жасау іскерлік қасиеттерін кеңейту. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік. Ал енді тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық ережесін есімізге түсірейік те, барлық ойымызды, сөзімізді, ісімізді осы ережеге бағындыра отырайық. Балалар, есімізге түсірейікші, алдыңғы үй тапсырмасына ананың сүйіспеншілігі өсиет әңгімесін берген болатынмын. Ал енді соған бір шолу жасап өтейік. Бір күні балалары өзара дауласып, әрқайсысы бір-біріне өздерінің дұрыстығын дәлелдеп, аналарына ол кімді бәрінен де артық жақсы көреді деген сұрақ қоя келеді. Анасы үндеместен шырақты алды да, оны жағып, міне, шырақ бұл мен. Оның жалыны менің сүйіспеншілігім деді. Содан кейін ол тағы бір шырақты алды да, оны да өз шырағынан тұтандырып жақты. Бұл менің тұңғышым. Мен оған өз жалынымды, өз сүйіспеншілігімді бердім. Менің бергенімнен менің шырағымның жалыны азайып қалды ма? Менің шырағымның жалыны сол күйде қалды, деп ол қанша баласы болса да сонша шырақ жақты, алайда оның шырағының жалыны сол қалпында қала берді. Ал енді осы әңгіме бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Осы өсиет әңгімеден қандай сүйіспеншілікті байқадыңдар? Мәтінде ананың сүйіспеншілігін неліктен жанған шырақпен салыстырған? Өз ата-анаңның сүйіспеншілігін неге теңер едің? Себебін түсіндіріп бер. Өз отбасыңда жақындарыңның мейірімі мен сүйіспеншілігін неден қалай сезінесіңдер? Ал енді мына дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Айта кетіңдер. Жақсылық, жан азығы. Өз жауаптарыңды маған жіберуді ұмытпаңдар. Ендеше мен сендерге осы жақсылыққа жақсылық деп аталынатын ертегіні оқып берейін. Ертеде анасы мен баласы өмір сүріпті. Бір күні анасы қатты ауырып қалады. Емдеу үшін жалбыз шөбі қажет болады. Ол шөп алтын бұлақтың жағасында өседі екен. Бала алтын бұлақты іздеп шығады. Ол жолда келе жатып, қолында жүгі ауыр бір қарияға кездеседі. Оған көмектесіп, межелі жеріне дейін апарып тастайды. Ол алтын бұлаққа қарай баратынын айтады. Бала ары қарай жүріп кетеді. Жолда келе жатып, қанатынан жараланған торғайға кездеседі. Ол баладан көмек сұрағандай шиқ-шиқ етіп аянышпен қарайды. Бала оны қолына алып, жарасын таңып береді. Торғай рахмет, рахмет дегендей баланың төбесінен бірнеше айналып, алтын бұлақ мына жақта дегендей төмен ұшып жол сілтегендей болды. Бала оның соңынан жүріп отырып, алтын бұлақтың жағасына келеді.
балақай, көзімді ашып жіберші деген бұлақтың даусын естиді. Бала бұлақтың көзін ашады. Бұлақ: балақай, рахмет саған, жақсылыққа жақсылық деген. Менен не қалайсың? Бала жалбыз іздеп шыққанын айтады. Бұлақ балаға жалбыз шөбін табуға көмектеседі. Бала жалбыз теріп алады да анасына әкеліп береді. Анасы жазылып, баласымен бақытты өмір сүріпті. Енді осы ертегі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бала не үшін алтын бұлақты іздеді? Жақсылыққа жақсылық дегенді қалай түсінесіңдер? Осы ертегіден қандай құндылықты байқадыңдар? Баланың бойынан қандай жақсы қасиеттер көрініс береді? Сендер баланың орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Осы сұрақтардың жауабын маған жіберіңдер. Ал енді сендерге тапсырма. Сендерге отбасы сөзін беретін боламын. Ол сөзді мына күннің үстіне жазып, күннің әрбір шуағына отбасы қандай болу керек, соны жазатын боласыңдар. Мысал үшін, отбасы мейірімді болу керек, адал болу керек, тату болу керек, отбасыда сыйластық, ізеттілік болу керек, бір-біріне бауырмал және қамқор болу керек. Осы сияқты өз ойларыңды күннің әрбір шуағына жазатын боласыңдар. Ал енді оқулықта берілген Бота Бейсенова апамыздың «Ата-ананы тыңдаймыз» атты әніне назар аударайық. Әрқашанда тыңдаймыз әке менен ананы, еңбек етіп шыңдаймыз білім менен сананы. Біз тәртіпті баламыз, айтқан тілді аламыз, аман болсын әке менен анамыз. Мейірім мен шапағат анашымнан тарайды, әділдік пен парасат әкешімнен арайлы. Ата-ананың айтқанын жадымызда сақтаймыз, жарқыратып әр таңын сенімдерін ақтаймыз. Ал енді көздеріңді жұмып, бүгінгі сабақта не ұнаған естеріңе түсіріңдер. Және ең көңілді, ең қызықты сәттерді жүректеріңе сақтаңдар. Әрдайым жақсыны көруге, жақсыны естуге, жақсыны айтуға үйреніп жүріңдер. Сендерге бүгінгі сабақ үшін рахметімді айтамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.